мынау немерелеріңіз сізден бата сұраймыз дейді. Ал, Ай, айта. бәрекелді. Бата беріңіз. Ойла. Батасыз ұл жармас, батасыз ұл армас деген. Ендеше ұрпақтарыма батамды берейін. Әмин. Әмин десең маған, бата берейін саған. Дәулетіңді тастырсын, сәулетіңді арттырсын. Ағайын келгенде ардастырхан жайылып адаласпен бастырсын. Ос шаңыраққа бала берсін, бала берсе, дарынды таудай талап берсін. Барлығда ұрпақтарымның мерейлі боп, бақыты барған сайын жана берсін. Жастарың ұзақ болсын, мұраттарың асыл болсын. Аллаху акбар. Есімім Бақытбек Мекебайұлы, ұстазбыз, жанұямызбен өмірлік жолда да ұстаз, мектеп жолында да бірге қызмет жасап келеміз. 16 жыл болды. 16 жылдың 12 жылында біз тәрбие саласында жұмыс істеймін. Ұлттық тәрбие, біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша көп іс-шаралар атқарылып жатыр. Енді сіздердің назарларыңызды біздің отбасымыздағы шағын көріністі тамашалаңыздар. Ұлттық ойын, тоғызқұмалақ, асық ату. Атамыз әрқашан осы балаларымызға үйретіп отырады. Не істеп отырсыздар Мен балалар? мына немерелеріме асық ату менен тоғызқұмалақ ойын жүргізіп жатырмын. Болашақ ұрпаққа ұлттық тәрбиені насихаттау біздің борышымыз деп ойлаймыз. Осы барысында біз отбасымызбен Астана қаласында Қара шаңырақ бірлестігі ұйымдастырған Қазағымның дәстүрлері ай байқауының бас жүлдегері иелендік. Сондай-ақ 2018 жылы облыста жыл отбасынан бас жүлде иегері атанғанбыз. Бұл дегеніміз біздің ұлттық салт дәстүрімізді насихаттау және атадан балаға мирас болып келе жатқан осы мұрамызды насихаттау болып табылады. Соның ішінде жаңағы біздің отағасы ат баптайды, ұлдарына ат мінгізіп, аттың бабын баптап, жаңағы құлағында ойнауды үйретеді. Енді бие сауайық па? Біз бақытты отбасымыз.